Жоқ, бір айғайлаған дауыс шықты да қатты. Bir қарасам елдің бәрі жүгіріп бара жатыр екен. Не болып қалды? Мен де жүгіріп бара қойдым. Бірақ қыздың шашын ұстап алған, мен кетіп тұр. Оң қолында пышағы бар. Сотрудниктер жүгіріп келді. Сотрудниктер жақындаған сайын ол одан бетер қорқытып, қыз вообще истерика жасап. Басын кесіп аламын деген рас па екен? Жоқ, басын кесіп аламын деп жаңағындай. Уже ана қыз қатты қорқып тұр да, жаңағы. Но қашан тығады маған деген сияқты сондай чувство да. Мен өзім сондай сезімдеймін. Қасында тұрмын ғой, жанында тұрмын ғой. Соны полицияға айтты, жібер анам деп еді. Ол айтты, қыздың орнына сен келесің ба дейді. Олар енді қалай барады? Сотрудник полиция жаңағы қолдарында оружиесі бар, онда аға қыздың орнына мен алыңыз дедім деп. Екі көзім қол шағында болып, қол қашан босайды деген бір момент. Сол моментте 10 секунд арасы қойдым, бір 10-15 секунд. Момент келді, сол жұлып ала қойдым қолымнан. Ана кесетін жерінен ұстадыңыз ғой? Семірден қатты ұстап алдым. Болған жоқ па? Қорқыныш сезім болған жоқ өзімнен деген. Ана қызды өлтіріп қойма деген сондай бір чувство. Сол менің қызым болғанда не болар еді деген сияқты бір қалай да көмекке баруым керек деген сезім пайда болды.